Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Абайдың толық адам ілімі аясында Іле ауданында облыстық семинар өтті. Мектеп оқушыларының тәрбиесі ел болашағының кепілі. Осыған орай өткен шараға облыс көлеміндегі мектеп ұстаздары мен жоғары оқу орындарынан арнайы мамандар шақырылып, ұстаздық жолдағы біліктілікті арттыру үшін ой-пікір алаңы ұйымдастырылды. Толығырақ тілші сюжетінде. Толық адам іліміне негізделген семинарға 150-ге жуық ұстаз бен арнайы мамандар келіпті. Тәрбие тал бесіктен демекші, жасөспірімдерді ұлттық құндылыққа үйрету мақсатында қамшы өруден шеберлік сағаттары да ұйымдастырылған екен. Бұдан өзге арнайы мамандар мен ұстаздар тәжірибе алмасу мақсатында пікір алмасты. Хакім Абай іздеген толық адам ол еңбекқор, ізгілікті, мейірімді, қанағатшыл, рахымды, тұла бойы толған ар ұят, пенделіктен қол үзген имандылық жолындағы абзал азамат. Аталған семинар дәл осындай ілім мен білімге бай саналы ұрпақты тәрбиелеу мақсатында өткізілді. Жалпы қазіргі таңда мектеп қабырғасында тұлға тәрбиелеп жатыр. Яғни тұлға жан-жақты болып өсу үшін оның ары жағында табысты тұлға болуға табылу керек. Өйткені функционалды, сауатты, ұлттық құндылықтан өзегіне нәр алған, сусындаған осы мектептегі педагогтерден ең бірінші өзінің отбасынан тәрбие алған оқушы болашақта табысты, бағдарланған оқушы болып саналады. Бала тәрбиесі күрделі, бірақ өте маңызды процесс. Әр баланың тұлға ретінде қалыптасуына ең алдымен ата-ананың, қоршаған ортаның және қоғамның ықпалы зор. Ал тәрбиедегі ұстаз тәлімі әрқашан жоғары. Өз саласын сүйген мұғалім ғана ол жемісті ықпал жасай алады екен. Балалардың дамуына үлес қоса алатын мұғалім. Тәрбие бір ұрпақтың озық тәжірибесін екінші ұрпаққа жалғастырушы үрдіс. Осы арқылы адамның дамуына басшылық жасалады. Нәтижелі және жүйелі тәрбие жеке тұлғаны дамытады, адамның қоғамдағы орнын анықтайды. Баланың оны игеруі барынша қысқа мерзімде атқарылуы тиіс. Сондықтан тәрбие ісі жалпы адамзаттық гуманистік бағытта жүргізіліп, жеке бастық рухани дамуына бағытталу керек. Мектеп оқушыларының жеке тұлға ретінде дамуына халықтық педагогиканың мұралары, ұлттық тәлім тәрбие зор үлес қосады. Енді қазіргі таңда білесіздер, қоғамда әртүрлі орындар алынып жатыр. Балалар арасындағы буллингтер, бірін-бірі көре алмаушылық, бір-біріне тиісу деген сияқты көп түйткілдер бар. Солардың алдын алу мақсатында өте шаралар көп. Біз ең бірінші құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында, қылмыстың болдырмаудың мақсатында шаралар жүргізеді. Және бір-бірімен жұмыла көтеріп, бірге ұжымдастыққа, бірге достастыққа, ынтымақтастыққа арналған шараларымыз өте көп. Алматы облыстық әдістемелік орталығы мұрындық болған семинарға өңірден 11 білім бөлімінің әдіскерлері мен 72 тәрбиесі жөніндегі мамандар қатысыпты. Әр адамның жанын емдеп күйзелісін зерттейтін 35 психолог та аталған семинарға атсалысып тәжірибе алмасты. Мұндай шаралар облыс көлемінде жиі өткізіледі екен. Бұл өз кезегінде мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынастың ілгері дамуына сеп болмақ. Мектеп басшылығы алдағы уақытта да осы типтес шаралардың жалғасын табатындығын жеткізді. Бұл жерде арнайы мамандар шақырылып отыр. Абай атындағы педагогикалық университеттен шақырылып отыр. Сол кісілердің бағыт-бағдарыменен жалпы жасөспірімдерге арналған инноваттылық, ибалық, адамгершілік тұрғысынан патриоттық сезімдерін оятуда осы мақсатта жұмыс жасалынады. Ашық алаң өткізіледі және теологтарменен кездесу өткізіледі. Кәсіби кәдімгі пікір алмасу, сұхбат өткізіледі. Мектеп тәрбие мәселесі ақсап тұрғаны баршаға аян. Әлеуметтік желіде буллингтің құрбаны болған талай жасөспірім туралы оқыс оқиғалардан көз шалынса, алайда тікелей балалармен жұмыс жасайтын мамандар да қол қусырып отырған жоқ. Мұғалімдер баланың бойына мейірімділіктің дәнін егу мақсатында біліктілігін де арттырып келеді, бірақ бүгінгі интернет дәуірінде бұл оңай шаруа емес. Осыған орай мектептегі тәрбиесіне үйдегі ата-ана да мән беру керек, сондай-ақ белсене атсалысуы қажет.